Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Whoopie Pie тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші шекер керек болады. Және бөлме температурасындағы сары май керек болады. Менде қазір барлығы өлшенген. Видеоның соңында барлығының граммдарын жазып қалдыратын боламын. Мінекей осылай ойылған пергаменттің үстіне, яғни размері сызылған тесталарымызды орналастырып шығамыз. Бізде 6 коржик шығу керек. Мінекей осылай қағаздарымызға орналастырып шықтық. Енді печкада 170 градуста 15 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің корждарымыз пісіп шықты. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізде барлық тортқа бір кремін жасалынады. Бірінші творожный сыр және шекер. Кәдімгі шекер қоссаңыздар да болады. Осы екеуін біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай консистенцияда болады. Шекер жақсылап араласпаса, кремдеріңіз дұрыс шықпайды. Енді осының үстіне сливки құямыз. Кез келген 33%-тік сливкілер қолдансаңыздар болады. Мінекей осыны жақсылап қою болғанша миксерлеп аламыз. Біздің корждарымыз пісіп шықты. Осындай болады. Енді осыны жырмалық формамен ойып алатын боламыз. Мінекей корждарымыздың барлығы пісіп болды. Енді жинайтын боламыз. Қазір сіздерге мен Whoopie Pie'ның шаригін қалай шығару керектігін айтамын. Менде қазір мынандай насадка, номері 804. Бұл насадкаларыңыз болмаса, осындай одноразовый мешоктың басынан осы жерден кесіп тастасаңыз, домалақ қылып шығаруға болады. Бізге Whoopie Pie'ға креміміз қатты плотный болу керек, өйткені шариктер ақ кетпеу үшін. Менде крем осылай шықты. Қою болып. Екіге бөліп алдым. Мына шариктерін шығарамыз. Мынаның ортасына құямыз. Қазір мен мына жерде барлық коржикті қолданбаймын. Тек 4 коржикті ғана қолданатын боламын. Өйткені екеуі артық. Ол екеуінен трайфл жасап жіберуге болады. Келесі жолы сіздерге трайфл жасап көрсететін боламын. Коржиктерімізді шет-шетін алып тастап, подложкаға орналастырамыз. Бұл жерде біздің именной подложкамыз, кәдімгі кондитерлік дүкендерде сататын сары подложканы қолдана берсеңіздер болады. Бірінші астына кішкене крем құйып аламыз. Тесто жылжып кетпес үшін. Мінекей, бұлай бастаймыз. Қайтарамыз. Мінекей шет-шетіне шариктерін орналастырып шықтық. Енді ортасына крем құямыз. Мінекей екінші коржикті терісінен орналастырамыз, өйткені қатты болып қалмас үшін. Осылай ровно орналастырамыз. Айналдыра отырып басып шығамыз. Үстінен екінші қатарына крем құямыз. Әрлейтін боламыз. Мінекей біз шоколадымызды етіп алдық. Бұл жерде 100 грамм шоколад, Қазақстан шоколады мен 60 грамм сливки. Бетіне осылай құйып шығып, тегістеп шығамыз. Мінекей шоколадын құйып біттік. Енді бетін қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Бұл жерде менде Рафаэлло.
орео қоямыз. Орео қояйық. Мінекей достар, біздің Whoopie тортымыз дайын болды. Өте оңай жасалады, дәмі де керемет. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.